Ал қыздар, CapCut приложение ашамыз. Негізі CapCut приложениесінің платный версияларын қосып алсаңыздар, ол жерде функция өте көп. Жазған видеоңыздың артында шум болатын болса, соларды алып тастауға болады. Міне CapCut приложениесін жүктедім. Егер CapCut сіздер жоқ болса, жүктеп алыңыздар. Бұны регистрация жасаудың қажеті жоқ. Все. CapCut. И новый проект дегенді басамыз. Бағанағы 1:9 видеомыз таңдаймыз. Добавить дейміз. Добавить етілді. Міне қыздар. Енді астында беговая мне дорожка тұр ғой, көрдіңіздер ме? Соның үстін басасыздар видеоның. И картинка, видео активный болады. Енді оның астында функциялар тұр. Сол функциялардың біз бірінші скорость дегенін басып, оның ішіне нормальная дегенді басып, бұның скоростін кішкене. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін өте керемет бір шампуньді предлагать еткім келеді. Кімдерге арналған? Бұл басында қайызғаға бар адамдар. Қайызғақ дегеніміз бұл Егер өзіңіздің сөйлеу жылдамдығыңыз ұнаса, қалдырсаңыздар болады. Негізі мысалы өзінің жылдамдығы мынандай ғой. Кімдерге арналған? Қараңыз. Бұл басында қайызғақ. Негізі жылдамдатқан тұрысшы. Мен өзім жылдамдатса, адамдар бүйтіп тез-тез сөйлесе, қатты түсініксіз тездетпеңіздер. Тез-тез сөйлесе, энергетикада жылдамдайды. И давайте 1:4-ге қояйық, қайта тыңдайық. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін өте керемет бір шампуньді предлагать еткім келеді. Кімдерге арналған? Бұл басында қайызғаға бар адамдар. Қайызғақ дегеніміз бұл гриппок қыздар. Гриппок, ойбай басым қайызғақ деп жүре бермеңіздер. Бастарыңыз қышып, мына қуыстарыңыздың барлығы түсіп жатқаны гриппокта. Сонда біздің видеомыздың жылдамдығы етіп еді. Қазір бізде видео, в общем, 1 минут 17 секундқа, 49-да 30 секунд азайды. Міндетті түрде маған хабарласыңыздар. Осы шампуньді мен сіздерге өз бағасына, консультант бағасына қалай алу керек болатынын түсіндірем. Плюс еще компаниядан сыйлықтар бар. Міндетті түрде хабарласыңыз. Вот, все. Мен сразу видео өшіргем, ештеңе кетпейді. Ештеңе, получается, ештеңе қимаймыз. Қиятын нәрсе жасауым керек. Сәлем қыздар. Тұр. Қиятын нәрсе мына жерде бас жағын. Сәлем қыздар. Все. Қазір қиюды үйретемін. Артқа кетеміз. Видеоны тағы да басамыз. И қиятын жерге дейін бүйтіп апарамыз. Бағаны басын кішкене тұрсам болады екен. Сәлем қыздар. И астында разделитель деген бар. Вот, все, разделительді бастық. Мына қиып алып тастайтын жағымыздың үстін басамыз. Мына жақты басамаңыздар, үлкен жақтышы. Мына керісінше разделить етіп, кішкентай жақ. И астыда удалить ет деген бар. Бар, все. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Басында қолым қозған жерді удалить етіп тастайды. Керек жоғын өстіп басында удалить етіп тастайсыздар. Разделитель дегенмен. Все. Енді мен бұған не жасайын? Текст жазайын, Бұған біз текст жазамыз. Текст дегенді басамыз. Добавить текст дейміз де. Мына жерге бас шашын грибок қайызғақ.
Не жаздым. Енді бұны біз кішкене әрлеуіміз керек. Шрифты дегенге барамыз. Шрифтінің астында платный, міне көрдіңіздер ме, неше түрлі әдемі нелер бар, шрифттар. Оның барлығы, бриллианттың сурет тұрғанның барлығы платный. Бізге тек қана бриллианты жоқ, основной. Стиль қандай? Қара ма, сары ма, мынандай арт жағында мынандай ма, өзіңіз шешесіз, мен осындай қылып алайын. Все. И қараңыздар, міне. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін болды. Егер до конца осы сөз тұрсын десеңіздер, мына астында тұрған оранжевый тұр ғой, сол бегонокты бүйтіп созасыздар. Жарайды ма? Басында ғана тұрсын, маған ол қажет емес. Мен. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін өте керемет бір шампуньді предлагать еткім келеді, кімдерге арналған. Енді мен не істеймін? Мен қазір шампунь қоятын боламын. Шампуньді алдым емес пе? Предлагать еткім келеді, кімдерге арналған? Бұл басында қайызғаға бар адамдар. Қайызғақ дегеніміз бұл грипп. Вот, осы жерде қазір мен қайызғағы бар видео, фото қоятын боламын. Енді осы тұсқа мен қыздар қазір изображение қоям. Фото, міне. Қыздың да басын қояйық. Все. Қойдық. Кішкене артқа. Сосын шығарамыз. Қайызғаға бар адамдар. Қайызғақ дегеніміз бұл гриппок, қыздар. Гриппок, ойбай басым қайызғақ деп жүре бермеңіздер. Бастарыңыз қышып. Көрдіңіздер ғой, қойып кеттім. Ешқайда созған жоқпын. Болды, міне. Гриппок, қыздар. Гриппок, ойбай басым қайызғақ деп жүре бермеңіздер. Бастарыңыз қышып, мына кожаларыңыздың барлығы түсіп жатқаны гриппоктан. Баста да гриппок болады, тек қана аяқта емес, тырнақта ғана емес, бас терісінде, яғни микрофлорамыз, мына кожамыздың барлығында гриппок бар. Соны қалай кетіреміз, яғни перхіттеп, спокойно жүре беріңіз. Енді картинка қоюды үйреттім, кесуді үйреттім, текст қоюды үйреттім. Тексті қай жерге қойғыларыңыз келеді, сол жерге қоя бересіздер. Енді мен сіздерге мына жерде түріңді тағы да видеоның үстіне басасыздар, асты жақтағы функцияларға барасыздар. Бұл жерде бізге ретуш деген керек. Ретуш, лицо деген. Міне, лицо дегенді. Мына жерде лицо деген бар. Лицоның ішінде гладкость, убрать несовершенство, разглаживание, анау деген бар. Оларға тиіспейміз, платныйларға тиіспейміз. Жарайды ма? Платныйлар ашылып, байқаусызда бегунокты былайынан қозғап қойсаңыздар, кейін сохранить етілмей қалады. Поэтому оларға тиіспейсіздер. Міне, одан кейін бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы міне сглаживание деген бар. Вот сол сглаживание келеміз де, бетімізді гладить етеміз. Қараңыздаршы қыздар. Не деген гладкий, соншалықты гладкий жасамаймыз. Вот средний 50-40 жасап қоямыз. Все. Бетіңіз тема болды, беттің әжім бәрі кетті. Арқатай тағы да лицоға кіреміз.
изменить форму десеңіздер болады, бізге изменить форму керек емес. Вот енді макияж. Ресницы. Мына жерде айтып отырмын ғой, ресницаларды бриллианттың суреті бар. Міне, қараңыздар. До конца ресницаны 100% қойсаңыздар болады. Все. Менде қазір ресницы появилась. Ерінімді бояй салайын. Тени для глаз. Онша емес. Өсірі қоңыр қайдан етейік, бірақ где-то 45. Подводка. Подводканың бәрі платный, бірақ бесплатный жоқ. Бровь дейді. Бровьті де платный. И помада. Помаданың қараңыздар. Вау, десін, вау, деп па. Мына цвет бесплатный. Мына цвет бесплатный. Ну, давайте. Мына бесплатный цветті аламыз. Мына сильно яркий 100-ге қойсаңыздар, біз оны қайтеміз. Где-то бір 29-ға барып қойдым, қыздар. Все, тағы не бар? Все, осы жетеді. Беттеріңіздің әжімін кетіріп, кірпік, тень жасадық. Тень. Егер платный болса, қыздар, қараңыздар, мынандай хиу десең, бүйтіп қойсаңыздар болады. Алып тастаңыздар платный версиядан нелерді, тұра берсін. Платный, қараңыздар, платныйды просто бас қойып, осылай жарты ортада тұрып қалса, сізді экспортировать еткізбейді, сондықтан платныйға вообще кірмеңіздер. 0 болып тұрсын. Все. Қыздар, мен красавица болып шыға келдім. Қараңыздар. Қараңыздаршы, мені бояп тастады. Тенім де бар, кірпігім де бар, ерінім де бар. Жазу бар. Кімдерге арналған дегеніміз бұл гриппок, қыздар. Гриппок, ойбай басым қайзақ деп жүре бермеңіздер. Бастарыңыз қышып, мына кожаларыңыздың барлығы түсіп жатқаны гриппоктан. Баста да гриппок болады, тек қана аяқта емес, тырнақта ғана емес, бас терісінде, яғни микрофлорамыз, мына кожамыздың барлығында гриппок бар. Соны қалай кетіреміз? Яғни перхіттеп, спокойно жүре беріңіздер. Мен перхіт қой деп қойып жүре бермеңіздер. Сол перхітті кетіретін шампуньді қолданыңыздар. Мен сіздерге И мына жерде давайте тағыналар және текст қосайық. Текст добавить. Фармаси деп жаз қойға. Турция. Өшіре салайын. Все. Мына жерде еще, қыздар, эффекты деген бар, қалай шығатын. Стиль дегендер бар, эффект, анимация деген бар. Анимацияның біріншісін етсек. Мен сіздерге фармаси компания. Бұны енді кішкене сос қойсақ болады до конца. Скорик не получилось. Сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Өзіні қайсақ дегенде де үлкейтейін, не? Ойбай, бұрылса деп қойыпты, қателес қойып. Қайсақ болса басыңызда осы видеоны қараңыз. Қисық қоям десеңіздер, бүйтіп қисайтсаңыздар болады қолдарыңызбен.
Жетпей ақ өсіп тұра берсін, үлкен болып тұра берсін, өйткені ол кетіп қалады ғой. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін өте керемет бір шампуньді предлагать еткім келеді. Кімдерге арналған? Басына дейін толып тұрсын. Все. Ал экспорт деген басамыз. 15 минуттық видео болыпты. Қазір тиктокқа жүктеймін де салып қоямын, қыздар.